Мына пирогпен Рамазан айында 10-15 адамға шай беруге болады. Шынымен де ауызаша жасаймын деп жүрген ниетіңіз болса, осы пирогтың рецептін сақтап алыңыз, немесе ауызаша жасайын деп жатқан құрбыларыңызға жіберіңіз. Өте үлкен, дәмі де керемет болып шығады қыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең алдымен 4 жұмыртқамызды ыдысымызға салып, жақсылап миксерлеп аламыз. Көпіртіп алғанымыз жақсы. Сол кезде пирогымыз әдемі болып шығады. Осылай көпіргеннен кейін шекердің барлығын бірге емес, аз-аздан сала отырып, бірінші жай скорста, кейіннен қатты скорста жақсылап миксерлеп шығамыз. Үстіне сүт және сұйық майды құямыз. Екеуінің де температурасы, сүттің де сұйық майдың температурасы бөлме температурасында болу керек. Осыны да тағы бір рет миксерлеп аламыз, жақсылап араластырып. Кейіннен қыздар үстіне електен өткізілген ұнды саламыз. Ұнды да барлығын бірдей емес, аз-аздан саламыз, және де чайный ложка разрыхлитель саламыз қыздар. Енді миксермен емес, осылай лопаткамен астынан төменнен жоғарыға қаратып жай-жай араластырамыз. Қатты араластырсаңыз, көтеріліп тұрған бисквиттеріңіз басылып қалуы мүмкін. Енді осындай үлкен табаға астына пергамент қағазын төсеп, тестамызды әдемілеп біркелкетіп жайып шығамыз. Енді начинка үшін творогтың үстіне жұмыртқа саламыз, және де кәдімгі кукурузный, картофельный емес, кукурузный крахмалды салып, және де аз ғана шекер немесе сахарный пудра салып, үстінен блендермен өткіземіз. Қыздар, егер де блендерім жоқ дейтін болсаңыздар, творогты кәдімгі сүзбе болады ғой, сүзекі болады ғой, ұнды өткізетін, содан өткізіп салсаңыздар, тек араластырып істей берсеңіздер болады. Ең бастысы творог майдаланса болды. Осылай біркелкі масса болғаннан кейін арнайы кондитерский мешокқа салып алып, әдемілеп орналастырып шығатын боламыз қыздар. Егер де кондитерлік мешок болмаса, кәдімгі пакетпен жасаңыздар, немесе әр жеріне қасықпен салып қойсаңыздар да болады. Сәл түрі басқаша болады, бірақ дәмі одан өзгермейді қыздар. Осылай решеткалар жасап шықтықта, қызып тұрған печкада 180 градуста 30-35 минут пісіріп аламыз. Мен кішкене әдемі болсын деп, жаңағы творожный массаның үстіне осындай вафельный крошкалар сеуіп шықтым. Сіздер басқа да нәрсе сеуіп, немесе сеппесеңіздер де болады. Піскен осылай деревянный шпажкамен тексеріп шығасыздар. Қыздар, көріп тұрғаныңыздар өте үлкен болып іскен. Деревянный шпажка полный кіріп тұр қыздар. Үстіне сахарный пудра сеуіп, тарта берсеңіздер, ұсына берсеңіздер болады. Өте дәмді болып шығады. Егер де менің арнама жазылмаған қонақ болсаңыз, міндетті түрде арнама жазылып алыңыз. Өйткені Рамазан айына байланысты, немесе күнделікті күндерге байланысты лайфхактар, түрлі рецепттер арнамда шығып тұрады. Соңына дейін қараңыздар.